Мұқағали Мақатаевтың мынандай бір сөздері бар ағайын. Сабырсыз аузы күйген албастымын, кесемді алдыменен үрлеп алам, ыстық шайды аузыма алмас бұрын дейді. Махаббат жайлы өлең Шәміл деген досына жазған хатында айтылған бұл сөздер. Бірақ бұл жерде Мұқағали тек махаббатты ғана баяндап қоймай, бір қазақты да айта кеткен сияқты, олай ойламайсыздар ма? Түсіндіріп беруге тырысайын. Қараңыздар ағайын, біз өте ақкөңіл халықпыз. Бірақ осы ақкөңілдігіміздің кесірінен талай аузымыз күйді. Оның нақты бір дәлелі Қазақстанды жеп, Қазақстанның байлығына ие болып, ақыр соңында шетелге қашып кеткен азаматтарымыз. Айта берсең, Храпунов, Әблязов мысалға Қазақстанның байлығын иемденді, соңында шетелге тайып тұрды. Аузымыз күйді ма? Күйді. Бірақ шүкір Аллаға дейін кесемізді үрлеп ішуді үйрендік ағайын. Қазіргі таңда сол шетелге кеткен активтеріміз, байлықтарымыз елге қайтып жатыр. Соның арқасында біз мектептер жаңадан, балабақшалар, ауруханалар салып жатырмыз. Одан қалса жолдарымызды да жөндеп жатырмыз мысалға. Бұған халықтың еңсесі көтерілгенімен қоса, еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да жасаған еңбегі зор. Сөздің ашығы, оны кухонный оппозиционерлер, ой, сен ақ соны мақтай береді екенсің дейді, бірақ мен ақ, қараны қара деп айтып үйренгенмін ағайын. Бүгін еліміздің президентінің туған күні, құтты болсын қазақ елі.